Ішкі істер министрлігі ағымдағы жылғы 25 желтоқсаннан бастап 2024 жылғы 3 қаңтар аралығында төтенше жағдайлар министрлігінің азаматтық қорғау бөлімшелерімен бірлесіп пиротехника жедел алдын алу іс-шарасын өткізеді. Ол шара жыл сайын өткізілетін іс-шара. Аталған іс-шараға нарықтарда сертификатталмаған пиротехникалық бұйымдарды, оларды рұқсатсыз бей-берекет сату фактілерін анықтау және жолын кесуге бағытталған. Іс-шаралар барысында пиротехникалық бұйымдарды сақтау, есепке алу, пайдалану, тасымалдау тәртібінің сақталуы мен заңды тұлғаларға және сауда орындарын тексеруге бағытталған. Кәмелетке толмағандар мен пиротехникалық бұйымдарды пайдалану кезінде жарақат алудың профилактикасына ерекше көңіл бөлінеді. Бұл ретте мектептерде түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Пиротехника бұл өрттің шығуына ғана емес, адам денсаулығына айтарлықтай зиян келтіретін қауіпті құрал болып табылады. Айта кету керек, оны дұрыс пайдаланбаса жазатайым жағдайларға әкеліп соғуы мүмкін.